Сәлеметсіздер ме ата-аналар? Біз бүгін номер 46 балбұлақ бөбекжай консультативдік пункт жоспары бойынша жиналып отырмыз. Бүгінгі жиналған мақсатымыз балалардың дамуына ерекше әсер ететін бұл бізде ойын. Ойынға тоқтала кетсек, бұл балаларға тек қана көңіл көтеру мақсатында емес, бұл олар үшін білу, тану және өмір сүру тәсілі. Мына жерде дамытушы ойындар және қарапайым үй жағдайында ойнауға болатын ойындар, баланы қалай ойнатуға болатын туралы айта кетсек, біз әр күнімізді жұмыспен, шаруамен өткізсек те, балаға бөлінген 10-15 минуттың өзі үлкен мағына. Сол 10-15 минуттың өзін сапалы, пайдалы, қызықтылы өткізу үшін қандай ойындармен ойнауға болады, соны қазір бірге талқылайық. Ең бірінші ойынымыз асықтарға қажетті пішінді тап. Ол үшін, мысалы, балалар мына жерден түстерге қарап, пішіндерге қарап, өзі орналастыру керек. Өте қарапайым және қолжетімді деп ойлаймын бұл ойында. Сіздер де қазір өздеріңізді алдарыңызға алып ойнасаңыздар болады. Келесі ойынымыз бұл біздің балалық шағымызда ойнаған крест және ноль ойыны. Бұл үшін бұл өте қарапайым. Матаны алып, оған тор сызып, және осындай теңіз бақашақтарын алып, оны екі түске бояп, мысалы. Менің жасағаным енді қызыл түспен қара түске боядым. Және осындай сіздер әртүрлі түрлендіруге де болады, мысалы. Мысалы, гүлдің суретін, немесе жануардың суретін салуға болады. Осылай ойнауға болады, өте қарапайым, жеңіл түрде, балаларға өте қызық деп ойлаймын. Ал ата-аналар, сіздер де қазір ойнап қарасаңыздар болады. Ол үшін екіге бөлініп, мысалы, қара түсті сіз алсаңыз, ойыншықтары түсінікті болса, ойынға кірісіңіз. Сіз жеңдіңіз, сізде қалай ойын? Бұл менің өзімнің сүйікті ойыным, сондықтан маған қиын болған жоқ. Бұл бізде балалардың бір жағынан жылдамдығын дамытуға керекті ойын деп ойлаймын. Бұл ойынды сіздер, мысалы, жол жүрген кезде, пойызға мінген кезде, мысалы, жеңіл және оңай деп ойлаймын, қызықты болады деп. Ал ата-аналар, мен сіздерге енді келесі ойынды, қызықты ойынды ұсынғым келіп тұр. Ол үшін мұнда әртүрлі жұмыртқаның пішінінде осыны ашып, балалар әр түсіне және санына байланысты салыстыру керек және сәйкестендіру керек болады. Мысалы, немесе мен ойынды түрлендіруге болады. Ол үшін, мысалы, балаларға көк түсті жұмыртқаны табыңыздар деп, немесе қызыл түсті жұмыртқаны табыңыздар деп түрлендіруге болады. Олар міне дайындап қойды. Ойнап көрсек.
түсті айтам, сіздер сол түсті жұмыртқаны табуларыңыз керек. Келістік қой, иә? Ал енді сіз көк түсті, сіз жасыл түсті жұмыртқаны табыңыздар. Жарайсыздар. Сіздерге қалай қызықты болды ма бұл ойын? Иә, қызықты. Жаңағы ойындарымыз бізде ересек және мектеп алды тобының балаларына болса, мынау бізде кіші топтың балаларына арналған ойын. Бұл үшін өте қарапайым. Осы әртүрлі желіден жануардың суретін алып, оны шығартып алып, қиып, және осындай жабыстырғыштар арқылы көмегімен осындай жасап қоюға болады. Балаларға өте қызық. Ал немесе міне балаларға барлық бөліктерін алып тастап, кейін одан оны құрастырып беруін сұрасаңыз болады. Және соны, мысалы, сіз жасап көрсеңіз болады. Жасау барысында баланың сөйлемін дамыту үшін неше түрлі сұрақтар қоюға болады. Мысалы, қандай жануарды құрастырып жатырсың деген секілді. Осылай түрлендіруге болады. Ал сізге міне басқа ойын берейін. Сіз бірінші ажыратып алып, кейін құрастырыңыз. Қызықты болған секілді, енді басқа ойынымызға көшейік. Ал келесі ойынымыз бізде Марвис тастарымен болады. Ол үшін бізде мынандай түрлі-түрлі суреттер бар. Мен сіздерге қазір қызықты түрде өткізу үшін жасырын түрде қылайын. Сіздер өзіңіз мына жерден керек суретіңізді таңдай қойыңыз. Мен мысалы өзіме алайын. Сізде қандай суреттер шықты? Машина. Енді осы мына жерде тастарды көріп тұрсыз ғой. Солармен әр түсі бойынша орналастырып шықсаңыздар болады. Ал үй жағдайында, мысалы, осы ойынды балаға сәл қиындату үшін мына түстерді біріктіріп жіберуге болады. Бізде баланың кішкене ойлау қабілеті дамиды. Бұл ойында баланың тек қана ойлау қабілеті емес, және ұсақ қол моторикасы дамиды. Келесі
болады. Бұлар келесі ойынымыз бізде үй жағдайында жасалынған кім қайда тұрады деген ойын. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі жануарлардың суреттері бейнеленген, ал астында олардың үйлері белгіленген. Мына жерде шатастырылып тұрған, сіздер қазір әрқайсысын өз орнына қойып шықсаңыздар болады. Немесе оны басқаша да түрлендіруге болады. Мысалы, мына отбасының суреті, отбасының суретін қойып, енді қазір үй жануарларын мына жерден таңдап қасына қойып беріңіз деп те балаға сәл қиындатуға болады. Мысалы, жасап көріңіз, үй жануарларын алып, бұлай дөңгелетіп қоюға болады, және тағы да басқаша, мысалы, балаға сұрақ қою арқылы оның сөйлеу қабілетін дамытуға болады. Мысалы, сізге сұрақ мынау қандай жануар? Ал құрбаққа қандай дыбыс береді? Сіз айта кетсеңіз, құрбаққа қандай дыбыс береді? Ал мынау бізде қандай жануар? Сиыр жануары. А бұл қандай дыбыс береді? Мөңірейді. Қалай? Немесе балаларға, мысалы, кіші топтың балаларына, мысалы, мяу-мяу десең, тауып бер маған деп айтуға болады. Сол кезде ол, мысалы, мына жерде тұрған кезде тауып беру керек болады. Өте қызықты ойын деп ойлаймын. Және үй жағдайында жасауға да ыңғайлы. Ал келесі ойынымыз бізде сандарға қатысты. Бұл, мысалы, мат тобының балаларына ойнауға болатын ойын. Үй жағдайында өте қарапайым. Мынадай ақ қағазды алып, оны екі бөлікке бөліп, екі топқа бөліну үшін. Және мынандай қақпақтарға санды белгілейміз. Және мында ойын шартын түсіндіре кетсем, бірінші топтағы қатысушы ол өзінің қалауы бойынша мына жерге сандарды қояды. Өзі біледі, түсі бойынша немесе сандар бойынша тізбектеп қоюға да болады. Ал екінші қатысушы дәл сол бірінші қатысушының қойғаны бойынша дәл солай осы жерге қайталау керек.
ойлайсыздар? Өте қызықты болған секілді. Сіздерге қалай болды ой? Қызықты ой екен, иә. Ойланып. Рахмет. Келесі ойымызға көшсек. Ал құрметті ата-аналар, бізде келесі ойынымыз ертегілер әлемі деп аталады. Мына жерде мен 2 бөлікке бөлемін сіздерге. Сізде 24 суреттен сіз орындарын ауыстырсаңыз да болады, өзіңізге қарай ертегі құрастыруыңыз керек болады. Ертегілердің кезекпен кезек, соңында кейін өзіңіз айтып шығасыз. Бұл балаларда бізде және сөйлеу қабілетін және ойлауы жақсы дамыған балаларға жақсы өте қызықты ойын деп ойлаймын. Сізде де осылай 24 суреттен бір ертегі құрастырып берсеңіз. Ертегінің бізде балаларға пайдасы өте көп. Егер дайындалып болсаңыздар, айтып шықсаңыздар ертегілеріңізді. Жаңбыр жауып тұрды, оқушы кітабын, қаламын, қолжатырын, құртын алып, орманнан, өзеннен өтіп, мұғалімімен мектепке келді. Және де кеш батқасын үйіне атасына оралды деп. Мен солай ертегі құрастырдым. Рахмет, өте қызықты. Ал ата-аналар өте қызықты болған сияқты. Енді ертегінің пайдасы бізде көп екенін өздеріңіз де білесіздер. Баланың ұйықтар алдында оны тыныштандыру үшін немесе ашулы болса, осындай ертегі оқу арқылы оның ашуын басуға болады. Оның фантазиясын дамиды бір жағынан, өте пайдалы деп ойлаймын. Ал енді қорытындылай келсек, бізде сіздерге бүгін үй жағдайында ойнатуға болатындай крест 0 ойын ойнатқыздым. Және анда тастармен ойын болды. Және жаңа кіші топтың балаларына жануарларды жабыстыру арқылы ойындар ойнатылды. Кім қайда тұрады деген ойын, мысалы, дидактикалық ойындарымыз болды. Енді сіздер өздеріңіз айта кетсеңіздер, сіздерге қандай ойын ұнады, қандай ойынды сіз үйде пайдаланар едіңіз, немесе осы жерде пайдаланып жүрген болсаңыз, соларды айта кетсеңіздер.
маған қатты ұнағаны осы ертегі құрастыру ойыны. Баланың ойлау қабілетін, сөйлеуін дамытады деп ойлаймын. Және де крестики нолики тоже баланың жылдамдығын, ойлау қабілетін қалыптастыруға әсерім мол деп ойлаймын. Рахмет сізге. Сіз қалай қорытындылай бердіңіз? Маған да жабыстыру ойыны ұнады. Баланың қабілетін дамытуға жақсы. Мысалы сіздер өз үйге барып, менде мысалы мынандай ойын ойнатамын деген осындай қандай ойынды ойнатар едіңіз мысалы? Ертегі ойын ойнатар едім. Мен сосын мына кім қайда тұрады деген тоже қай жануар қандай дыбыс шығарады, қайда тұрады деген, ол тоже күшті ойын деп ойлаймын. Соны үйге барып жасауға тырысамын. Рахмет, ата-аналар, бізде бүгін келіп, көңіл бөліп, балабақшамызға келіп жатырғандарыңызға сізге көптен көп рахмет. Сізге де рахмет. Болды ма?